Армысыздар, ардақты ағайын. Есімім менің Назира Сұлтан Мұратқызы. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің YouTube каналымнан сіздер құлшылыққа қатысты мақалаларды, сонымен қатар Абайдың қара сөздерін, поэзияларды тыңдай аласыздар. Көңілдеріңізден шығып жатса, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал енді біз бүгін Муфтият KZ сайтынан салиқалы әйелдің сипаты деген мақаланы оқитын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Алла тағалаға сансыз мадақ пен шексіз шүкірлік болсын. Алла тағаланың сүйікті елшісі, адамзаттың асылы пайғамбарымыз Мұхаммедке Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Жаратылыс тұрғысынан әйел мен еркек тең емес. Әрқайсысы өзіне тән қасиеттермен ерекшеленеді. Егер бір-бірінен ешбір айырмашылығы жоқ өзара тең жаратылыс болғанда, Алла тағала еркек әйел етіп бөліп жаратпай, бәрін біркелкі әйел яки еркек етіп жаратар еді. Еркек пен әйел табиғатындағы өздеріне берілген ерекшеліктермен екеуі бір-бірін толықтыра түседі. Қазақ екі жарты бір бүтін деген. Әйел денедегі жүрек болса, еркек сол денедегі ақыл іспетті. Жүрек ақылсыз, ақыл жүрексіз ғұмыр сүре алмайды. Жүректі ақылдан жоғары яки ақыл жүректен артық деп айту мүмкін емес. Екеуі өз міндеттерін атқарған кезде ғана дене дұрыс қызметін жалғастыра алады. Құран аяттары. Бірінші аят. Шүбәсіз, біз адам баласын ең көркем, ең керемет бейнеде жараттық. Қысқаша түсініктемесі. Яғни, адам баласын өте көркем, сұлу бейнеде жараттық. Бойына көркем сипаттарды дарыттық. Оның көркем түрде жаратылысының белгісі дене мүшелерін кемшіліксіз жаратып, ерекше үйлесімділік берген. Оны тек көркем жаратып қана қоймай, оған түсінік, ілім, ақыл, пайым, сөйлеу, әдептілік қабілеттерін бердік. Мүжахид керемет бейне деген Құран аятындағы сөзді ең жақсы түрде жаратылғандардың кемелі деп түсіндірген. Екінші аят. Уа адамдар, бәріңді бір жаннан, бір кісіден жаратқан һәм одан жұбын жаратып, ол екеуінен көптеген ерлер мен әйелдер өрбітіп, жер бетіне таратқан Раббыларыңа қарсы келуден сақтаныңдар. Қысқаша түсіндірмесі, сендерді бір атадан жаратқан, адам пайғамбардан, Алланың оған сәлемі болсын. Алладан шынайы түрде қорқыңдар. Сол адамнан барша адамзаттың анасы Хауаны жаратты. Адам мен Хауадан бүкіл еркек әйелден тұратын халықтарды өрбітті. Үшінші аят. Әйелдердің күйеулерінің алдында міндеттері болғандай, ер азаматтардың да әйелдерінің алдында заңды міндеттері бар. Қысқаша түсіндірмесі, бұл жердегі міндет ер адамның жанұя нәпақасын табу, әйелге көркем мінезде қарым-қатынас жасау, зиян келтірмеу. Төртінші. Ал ізгі әйелдер Аллаға толық мойын ұсынатын және ерлерінің алдындағы міндеттерін қалтқысыз орындайтын, сондай-ақ Алла олардың құқығын қалай қорғаған болса, оларды дәл солай ерлері қастарында болмаған кезде де ерлерінің құқығын аяқ асты етпей, лайықты түрде сақтай білетін жандар. Қысқаша түсіндірмесі, бұл аятта ер адамның қарамағындағы әйелдің сипаты жайында баян етіледі. Алла тағала Құранда екі түрлі әйел жайында айтқан. Бірі салиқалы, бойұсынған әйел. Екіншісі бойұсынбайтын пасық әйел. Салиқалы әйел ар ұятты отбасылық сырларды, отбасына тән абырой мен ерлері тапқан мал дүниені сақтай білген әйел. Бесінші. Бой ұрып тұрақтауларың үшін өз жыныстарыңнан жұбайлар жаратып, араларыңа сүйіспеншілік, мейірім орнатқандығы да оның белгілерінің бірі. Ой жүгірте білетін қауым үшін мұнда көптеген ғибрат бар екені шүбәсіз. Қысқаша түсіндірмесі. Алланың шексіз құдірет иесі екенінің белгісі өздерің тектес әйелдерді жаратуында. Әйел адамды жындардан, хайуандардан болған басқа мақлұқтардан жаратпады. Әйелдің ер адамға ұқсап жаратылуы себебінің екеуінің арасында махаббат, сүйіспеншілік, бір-біріне деген тартылыс күші орнаған. Аяттағы
Сүйіспеншілік, мейірім деген сөздерге қатысты Ибн Аббас радиаллаху анху сүйіспеншілік ер адам мен әйел адам арасындағы махаббат, мейірім, бір-біріне деген жанашырлық, зиян тигізбеу деп түсіндірген. Хадистер. Бірінші хадис. Абдулла ибн Амр, Алла оған разы болсын, риуаят еткен хадисте жақсы әйелдің мәртебесі жөнінде Алла елшісі, Алланың игілігімен сәлемі болсын, былай деген: бұл дүние өткінші бір ләззат қана, ал дүниедегі өткінші ләззаттың ең қайырлысы салиқалы жақсы әйел. Екінші хадис. Абу Хурайра, Алла оған разы болсын, риуаят еткен хадисте Алла елшісі былай деген: егер әйел кісі 5 уақыт намаз оқыса, Рамазан айында ораза тұтса және ар намысын қорғап, күйеуіне бойұсынатын болса, онда оған жұмаққа қалаған қақпасынан кір деп айтылады. Үшінші хадис. Абу Умамадан, Алла оған разы болсын, риуаят етілген хадисте Алла елшісі, Алланың игілігімен сәлемі болсын, былай деген: шүкір етуші жүрек, Алланы еске алатын тіл және сенің дүниелік әрі діни істеріңе көмектесетін салиқалы әйел адамдар жиған терген қазынадан әлде қайда қайырлы. Төртінші хадис. Сағыт ибн Әби Уақастан, Алла оған разы болсын, риуаят етілген хадисте Алла елшісі, Алланың игілігімен сәлемі болсын, былай деп айтқан: бақытқа жетелейтін нәрселердің бірі қарағаныңда көңіліңді көтеретін, жоқ болғаныңда оған оның өзін және мал мүлкіңді сеніп тапсыратын салиқалы әйел. Ал бақытсыздыққа жетелейтін нәрселердің бірі қарағанда көңіліңе қаяу түсіретін, тілімен саған қарсы шығатын және жоқ кезіңде оған оның өзін әрі дүние мүлкін сеніп тапсыра алмайтын әйел. Бесінші хадис. Адам баласын бақытты қылатын және бақытсыз ететін 3 нәрсе бар. Адамды бақытты қылатын 3 нәрсе: ізгі әйел, жайлы үй және жақсы көлік. Ал адамды бақытсыз ететін 3 нәрсе: жаман әйел, жайсыз үй және жаман көлік. Алтыншы хадис. Абу Узайна ас-Садфи, Алла оған разы болсын, риуаят еткен хадисте Алла елшісі, Алланың игілігімен сәлемі болсын, былай деген: әйелдеріңнің ең жақсысы күйеуін жақсы көретін, жиі бала туатын, ерін мақұлдайтын, әрі оған бойұсынатын әйелдер. Ал әйелдеріңнің ең жаманы өзінің сұлулығын басқаға көрсететін және менменшіл тәкаппар әйелдер. Олар 200-ді мұнафықтар тәрізді. Олардың тек тұмсықтары немесе аяқтары қызыл түсті шауқарғаларға ұқсаған аз бөлігі ғана жұмаққа кіреді. Жетінші хадис. Абу Хурайра, Алла оған разы болсын, риуаят еткен хадисте пайғамбарымыздан, Алланың игілігімен сәлемі болсын, бір кісі қандай әйел жақсы деп сұрағанда, ол Алланың игілігімен сәлемі болсын, күйеуі оған қарағанда оны қуантатын, ол оған бір нәрсе бұйырғанда мойын ұсынатын, өзіне және өзінің мал мүлкіне қатысты бір нәрсе ұнамай тұрса да күйеуіне қарсы келмейтін әйел деп жауап береді. Ізгілердің сөздері. Омар ибн Аль-Хаттаб, Алла оған разы болсын, былай деген: ер кісі Аллаға иман келтірген соң күйеуін жақсы көретін және оған көп бала туатын көркем мінезді әйелден артық еш нәрсе иеленген емес. Сонымен қатар, ер кісі Аллаға күпірлік келтірген соң нашар мінезді және ащы тілді әйелден жаман еш нәрсеге қол жеткізген емес. Мүжахид, Алла оған разы болсын, былай дейтін: Алла жолындағы күрес еркектерге бұйырылды, ал қызғану әйелдерге бұйырылды. Сондай-ақ сабырлық танытатын әйел Алла жолында күресуші кісі алатын сауаптың жартысына ие болады. Имам Әл-Мунауи кез келген мүмін әйел осы айтылған сипаттармен ерекшеленетін болса, сабырлық, тақуалық, қанағатшыл, онда ол жұмақ иелерінің қатарынан болады. Алайда әйелдердің арасында мұндай қасиеттермен ерекшеленетіндері өте аз. Себебі салиқалы әйел ақ дақтары бар
шауқарға сияқты өте сирек кездеседі. Ғибратты қиссалар. Ертеде бір кісінің үйіне досы қонаққа келіпті. Өзі кедей болса да қонақжай жігіт әйеліне «Қонаққа қарбыз әкел» деп бұйыра сөйлейді. Әйелі салқындасын деп шатыр астына қойған қарбызды алып келеді. Күйеуі «Басқасын әкел, бұл жарамайды» дейді. Әйел үнсіз барып басқасын әкеледі. Бұл жағдай бірнеше рет қайталанады. Бұған таңданған досы «Бәрі бірдей ғой, әйеліңді неге әуреге саласың?» деп сұрайды. Сонда үй иесі «Негізі үйде осы жалғыз қарбыздан басқа ештеңе жоқ. Әйелім күні бойы осы бір қарбызды әкеліп жүр. Онысы менің абыройымды түсірмеу, сөзімді екі етпеу. Егер ақылсыз әйел болғанда сол кезде-ақ осыдан басқа қарбыз жоқ қой, неге жұмсай бересің деп айтар еді» деген екен. Әйелінің салиқалығына таңданған досы қатты риза болыпты. Күндердің бір күнінде екі жұптың арасында жанжал шығып, күйеуі әйелін ұрып жібереді. Сонда әйелі «Мен барып сен үшін арызданамын» дейді. Күйеуі «Мен саған үйден шығуға рұқсат бермеймін» деп долданып, ашуланып, есікті, терезелерді жауып қояды. Сөйтіп «Енді не істейсің? Ұялы телефоның да менде» дейді. Сол сәтте әйелі әжетханаға кіріп, біраз уақыттан кейін дәрет алып шығып, күйеуіне «Мен терезесі жоқ, ұялы телефон қажет болмайтын. Есігі мәңгі ашық Раббыма сен туралы шағымданамын» деп жайнамазды алып, ұзақ уақыт құлшылық етеді. Намаз оқып болған соң күйеуі келіп «Сен расымен де мен туралы Алла тағалаға шағымдандың ба?» дейді. Сонда әйелі «Мен намаз бастаған уақытта ашуым тарқап кеткен. Мен Алладан шайтанның азғыруынан сақтануды және екеуіміздің арамызға түспеуді сұрадым. Бұл болған жанжалға шайтан кінәлі, сондықтан соған шағымдандым» деген екен. Нақыл сөздер мен мақал-мәтелдер. Ер бұзылса, отбасы бұзылады. Әйел бұзылса, ұлт бұзылады. Әйел үйдің көркі, еркек түздің көркі. Еркек бас, әйел мойын. Жақсы әйел теңі жоқ жолдас, түбі жоқ сырлас. Үйді 40 еркек толтыра алмайды, бір әйел толтырады. Жақсы қатын жаман еркекті адам етеді. Жақсы әйел күйеуін төрге сүйрейді, жаман әйел күйеуін көрге сүйрейді. Ақылды әйел күйеуінің ойнап айтқанын ойлап талдайды. Ерге жаққан қатын елге де жағады. Жақсы әйел жарының жақсылығын асырар, жамандығын жасырар. Салиқалы әйелдің қоғамдағы орны. Ежелден ата-бабаларымыз әлемдегі сұлулықтың көркем үлгісін ару қыздың тал бойынан көруді көксеген. Әрбір ата-ана қыздарын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсіруді парыз деп санаған. Және қыздың ар ұятының сақшысы бәріне жауапты екенін еш уақытта есінен шығармаған. Бүгінгі қызғалдақ қыздарымыз ертеңгі ибалы да инабатты келін, болашақ ана, салиқалы әже болары белгілі. Сондықтан иманы мен ибалы жүзінен байқалатын қазақ қыздарына ата-бабаларымыз 40 үйден тыйым салып, көзінен таса қылдырмай, тәрбиесіне үлкен мән берген. Өйткені әйелді тәрбиелеу бүкіл бір қауымды тәрбиелеумен бірдей. Әйел шаңырақтың құты, бағы мен берекесі, отбасының ұйытқысы, тұрмыстың сәні мен салтанаты. Тарихи деректер. Халық жадында сақталып қалған Тұмар, Зарина, Бегім, Бопай, Абақ, Айғаным, Күнбике, Зере тәрізді аналардың елі мен жеріне деген сүйіспеншілігі мен ерлік істері бүгінгі болашақ ұрпақ жадында. Қазақ қоғамында әйелдің орны ерекше. Әйел бір қолымен бесікті тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді деген тәмсіл бар. Ұлттың болашағы да қазақтың әйелінің қолында. Сондықтан қазақ әйелі отбасы қоғамының ұйытқысы, тәрбиенің берік қорғаны. Арыға бармай-ақ қазақ хандығы тұрғысынан бері ел билеген Айғаным, қол бастаған Бопай ханымдар, Күнбике, Айбике, Зере аналардың ұлт тарихындағы орны бөлек. Жоғарыдағы аналарымыз, сондай-ақ тарихымыздағы өзге де батыр аналарымыз ақыл-парасатымен, қайтпас қайсарлығымен жұрт билеп көсемдік көрсетті.
қол бастап жауапкершілікті бастан кешті. Содан да болар тарихтағы ұлы аналарымыздың есімі бір рулы ел болып ұранға айналды. Шежіре жылнамасын тізбектесек, руға айналған аналарымыздың көп екенін байқаймыз. Тіпті көптеген ру ана есімін ру атына беруге арланбаған. Керісінше, ру шежіресін сол аналардың құрметіне арнап бір қауым елге айналған. Уағыздан алынар ғибраттар. Әйелдің күйеулерінің алдында міндеттері болғандай, ер азаматтардың да әйелдерінің алдында заңды міндеттері бар. Салиқалы әйел осы дүниеде берілген нығметтердің ең жақсысы. Күйеуімен жақсы мәміледе болу мұсылман әйелдің ең басты міндеті. Білім алу ер адамға да, әйел адамға да парыз. Қоғамдағы кейбір жауапты міндеттердің ер адамға жүктелуі әйел адамға деген мейірімділік. Ер адам үшін әйел бойындағы ең басты қасиеттердің бірі имандылық. Дұға. Раббым, жұбайларымызды және ұрпақтарымызды көзіміздің қуанышы ет, әрі бізді тақуалардың алды ете көр. Алла тағала дін исламға қуат, халқымызға амандық, елімізге тыныштық, қоғамымызға салиқалы, ибалы қыз келіншектерді нәсіп ете көр. Әмин.